Барлықтарыңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай куриный пирог дайындайтын боламыз. Қараңыздар, өте жұмсақ болып шығады, әрі сочный болып шығатын құпия рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар, және де міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Қамырының өзі өте жұмсақ болып шығады. Ең алдымен ұнымызға кішкене шекер, ашытқымызды және де қопсытқышымызды салып, одан кейін сұйық майымызды құйып, жұмыртқамызды салып, қаймағымызды да салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр басында осылай құрғақ болып қалуы мүмкін. Сіздер ештеңе істемей, яғни артық зат қоспай, осы рецепт бойынша ғана жасап, қамырды ұзақ илесеңіздер, видеодағыдай жұмсақ қамыр шығатын болады. Қараңыздар, видеода мен тезірек көрсеттім. Негізі мен ұзақ иледім. Артық ештеңе қоспаңыздар, ұн да қоспаңыздар, қаймақ та қоспаңыздар, өзі осындай әдемі қамыр шығатын болады. Енді бетін жауып жылы жерге ашытуға қойып қоямыз. Одан кейін алдын ала маринадталған окрачка немесе тауық санын, тауық етін де қолдансаңыздар болады. Осылай алдын ала маринадтап алдым. Енді кубиктап турап, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Маринадқа тұз, бұрыш, кетчуп, сұйық май қосып маринадтап қойдым. Енді қызып тұрған майға осылай ұсақтап туралған окрачкамызды салып, қызартып қуырып аламыз. Бір окрачкіден осындай өте көп салма шығады. Сондықтан да алдын ала бір күн бұрын маринадтап қойғандарыңыз дұрыс. Қараңыздар, қып-қызыл болғаннан кейін астын өшіріп, майынан сырқып аламыз. Енді картошкамыз бен пиязымызды да ұсақтап турап аламыз. Картошканы негізі мен осылай жұқалап турағанымен шикілей қостым, бірақ шикілей қоспасаңыздар, окрачкіден кейін немесе окрачкамен бірге қуырып алсаңыздар да болады. Егер асықпаймын, жай ғана осылай шикілей пісірем десеңіздер, 150 градуста пісіресіздер. Яғни ең төменгі градуста 150-100 градуста 1 сағаттың көлемінде пісіп шығады. Егер картошкаларыңызды окрачкамен бірге қуырып алатын болсаңыздар, онда тезірек пісуі мүмкін. Мен осылай алдын ала барлығын ұсақтап турап алдым да, барлығын бірге қосып сала салдым. Жаңағы қуырылған окрачкаге пиязды, картошканы салып, кішкене тұз қостым. Негізі окрачканың өзінің маринадталған тұзы да жететін еді. Қамырымыз осылай кішкене көтерілгеннен кейін, яғни ашығаннан кейін, қамырымыздың бетіне кішкене бөлігін алып қаламыз да, ұнсыз, яғни ұнның көмегі қажет емес, жай ғана осылай жайып шығамыз. Домалақтап жайып шыққаннан кейін кез келген формаға салып, қамырымызды осылай формаға келтіреміз. Менде форманың диаметрі 26 болды. Егер сіздерде бұндай форма жоқ болатын болса, кәдімгі әсел печінің формасына домалақ етіп жайып, үстіне қамырды қойып, шет-шеттерін орасаңыздар болады. Жаңағы начинкамызды осылай саламыз. Енді бетіндегі қамырды да дәл солай домалақ етіп жайып, пирогымыздың бетіне орналастырамыз. Мен шет-шеттері әдемі көрінсін деп кішкене өріп шықтым. Егер пирогтарыңыз биік әрі жұмсақ болсын десеңіздер, осындай формада дайындағандарыңыз дұрыс. Егер сіздерде бұндай форма болмайтын болса, жай ғана осы астындағы листте пісіріп алсаңыздар болады. Ауа кіріп тұру үшін кішкене пышақпен кесіп жібердім. Әсемдік үшін кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Егер сіздерге менің рецептім ұнаса, YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша бас қойды ұмытпаңыздар. Осылай қып-қызыл әдемі болып пісу үшін 150 градуста пісіресіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.